Қайырлы күн, қазақ елі. Сіздермен бірге мен сұлулық әлемі. Алдымен маған тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыра кетіңіздер. Ораза айында және ауыз бекітулі күйде шаш кесуге, шаш қысқартуға және шаш бояуға болады. Оған ораза бұзылмайды. Аталмыш жайттар оразаны бұзатын жағдайлар қатарынан емес. Қысқаша ораза мына жағдайларда бұзылады. Бірінші, табиғи жолдар арқылы әдейі немесе қателікпен ішке кеткен барлық зат оразаны бұзады. Табиғи жолдар: ауыз, мұрын, құлақ, құлақтан су кірсе бұзбайды. Тік ішек, қынап. Екінші, жыныстық қатынасқа түсу оразаны бұзады. Ауыз ашқаннан кейін уақыттарда рұқсат. Әдейі ауыз толтыра құсу оразаны бұзады. Сол үшін менің көрермендерім, ораза айында ауыз бекітілу кезде шаштарыңызды қырықтырып, боятуға рұқсат. Маған тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыра кетіңіздер. Жаратушым разы болсын. Ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын. Дұға тілектеріңіз қабыл болсын.